Быйыл құрылыс саласына 37,1 миллиард теңге қаражат бөлінген. Оның ішінде Нұрлы жер бағдарламасы арқылы тұрғын үй құрылысына 16,1 миллиард теңге қаражат бөлінген. Ағымдағы жылы Петропавл қаласында 32 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Қазіргі таңда қалада ескі үйлерді сүру жұмыстары да белсенді жүргізілуде. Бұл арқылы адамдарға қолайлы жағдай жасалу көзделген. 1 маусым есебіне сәйкес Нұрлы жер бағдарламасы аясында 2,3 миллиард теңге қаражат игерілді. Петропавл қаласы бойынша 2879 пәтер салынады. Оның 22-сі бюджет қаражатынан, ал оны коммерциялық үйлер. Өңірде сатып алу құқығы жоқ жалдамалы пәтер құрылысы да қарқынды жүргізілуде. Бұл 122 көп балалы отбасының пәтер мәселесін шешуге көмектеседі. Сонымен қатар әлеуметтік аз қамтылған 500 отбасы баспаналы болуға септеседі. 2018 жылы 140 пәтер салынса, ал 2020 жылы бұл көрсеткіш 4 есе жоғарылап 625 пәтер болып отыр. Халықты қолжетімді және қолайлы тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі біз үшін бірінші кезекте тұрады. 2017 жылдан бастап өңірде алаңы 670 мың шаршы метрді құрайтын 6651 пәтер салынған. 20 мыңға жуық адам тұрғын үй жағдайын жақсартты. Алдағы мақсат халықтың аз қамтылған топтарына арналған тұрғын үй салу. Соңғы 3 жылда салынған әрбір 7-ші пәтерді толық емес және көп балалы отбасы, мүгедектер мен жетім балаларға арналған. Яғни 3000 адам жеке тұрғын үйге ие болды. Биыл облыста күн ерте ысып, тұрғындардың суға түсу кезеңі басталып кетті. Жалпы облыс аумағында 58 қауіпсіз суға түсу орындары белгіленген. Дегенмен қауіпсіздік ережелерін сақтамай белгіленбеген орындарда суға түсіп жатқан тұрғындар кездесуде. Салдарынан оқыс оқиғалар орын алуда. Төтенше жағдай департаменті басшысының сөзінше, демалыс орындарында жалға алушылар тиісті құтқару құрылғыларымен қамтамасыз етілмеген. Белгіленген суға түсу орындарында да оқыс оқиғалар орын алады. Осы аумақты жалға алушылардың кейбірі суға шомылу орнын арнайы құтқару бекеті мен құтқарушылармен қамтамасыз етпеген. Осы мәселені суға түсу маусымы ашылған уақытқа дейін шешу қажет. 15 маусым суға түсу кезеңі ашылады. Осы уақытқа дейін шомылу орындарын түгелдей қалыпқа келтіру қажет. Бұл талаптар түгелдей орындалуы қажет. Құмар Ақсақалов суға түсу орындарында қауіпсіздік ережелері және де тиісті құрылғылармен қамтамасыз етілмеген жалға алушы кәсіпкерлерді толық тексерістен өтпесе, жұмыс жасауға рұқсат бермеуді тапсырды. Жалға алушылар демалыс орындарын қалпына келтіру керек. Тиісті тапсырмалар орындалмайынша ашылуға рұқсат бермеңіздер. Сонымен қатар адамдар белгіленбеген жерлерге суға түспеу үшін арнайы белгі қою қажет. Есіл өзені бойында оқыс оқиғалар жиі тіркеледі. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін біз алдын ала жұмыстар жасауымыз қажет. Жалпы осы ай көлемінде облыс бойынша суда болған 3 оқыс оқиға тіркелді. Соңғы 7 жылда 180 адам су құрбаны болды. Олардың 24-і балалар. Салима Базарбекова, Қонар Абдрахманов, Первый Северный.